соңынан бастап жасанды интеллект деген ұғым бүкіл әлемге танымал болды. Машиналық оқытудың әртүрлі тілдік модельдері бар. Сіз өзіңіздің жасанды интеллектіңізді жасасаңыз болады. Бір компанияда маркетинг бөлімін басқарып жұмыс істедім. Ол жерде бір 140 миллион теңгедей бір 4-5 айдың ішінде олар табыс емес, жалпы компанияға ақша кіріс алып келді. Оның енді қаншасы табыс екенін өздері біледі. Бірақ сол маркетинг стратегиясын мен осы ChatGPT-мен үнемі ақылдасып отырамын. Жасанды интеллект қашан қазақша сөйлейді деген оған тапсырма бердім. Ол бүкіл оқиғаларын, яғни маған бір кітап жазып берді. Индияға барған кезде де айттым, мен отбасыммен қыдырып жүрмін, бюджетім осындай, маған лайықты қыдырып баратын жерлердің маған тізімін жасап берді. Маған бір 10 нақты танымал баруға шетелдік туристер үнемі баратын 10 нысанның атын айтты. Эмоциямен жауап береді. Так деген сияқты бір сөздерді қосады арасына. Демек, біз ойлағаннан 10 есе әдемі результат алып жүрміз. Біздегі әйгілі суретші Аңса Мұстафа өз парақшасында да бөлісіп отырды ғой? Әрине, ол айтып отырған сөзіңіз өте орынды. Бұл адамзатқа өте үлкен мүмкіндікті берді, әрі сонымен бірге өте үлкен қауіп қатерлерге де біз бетпе-бет келдік. Голливудтың бүкіл сценаристері білеміз, 1 жыл бойы митингте жүр. Бұл жерде осындай сұрақ туындайды. Сондай үлкен қатерлер болжанып жатыр. Ол әбден мүмкін. Ең негізгі оның түбін қараса, сол жасанды интеллект болып шығады, ананың бәрін басқарып отырған яғни жасанды интеллектті меңгерген адам басқа меңгермеген әріптестерін жұмыссыз қалдырады. Тесланың жасанды интеллекті қазір келесі бір 50 жылдық Қазақстанның дәуірі болуы мүмкін дейді. Неге? Өте керемет бизнес идея айтып берді. Мына жерде отырған жігіттердің бәрін көздері жанып кетті ғой. Қолында азын-аулақ артық қаражаты бар адам осы жасанды интеллекттің көмегімен әртүрлі шаруаларды істеп табысын көбейте алады деп мен ойлаймын. Жасанды интеллекттің көмегімен осындай фейк ақпарат таратқан адам 10 жылға сотталды. Сіздің бейнеңізді пайдаланып, сіздің дауысыңызды пайдаланып, Европада отырып, Жапонияда отырып, ақш-та отырып, сіздің жақындарыңызды алдай беруі мүмкін. Ол алаяқ міндетті түрде Қазақстанда отырады деген қазір түсінік жоқ. Паникаға салынбай, өзіңіздің жақыныңызға хабарласып, жұмысына хабарласып, осындай дүниенің болып жатқанын айтып отыру керек. Қазақтың руханиятының бір қазынасына айналсын. Біздің бүгінгі спикеріміз жасанды интеллект туралы зерттеп, зерделеп, біршама жұмыстар тындырып жүрген әріптесіміз, журналист, IT маманы Мейіржан Әуелқанұлы болатын.